Бүгінгі сабағымызда сіздерге кокос каталогы қалай жұмыс істейді, жалпы сіздің жұмысыңызда кокос каталогы қалай көмектесе алады, сол жайында толығымен айтып беретін боламын. Енді қараңыздар, кокос каталогының жалпы шығару мақсатымыз неде болды? Ең басында біз Алматының складтарымен жұмыс істеп жүрдік. Барахолкадегі товарлардың барлығын Валберсқа салдық, түскен заказдардың барлығын Алматының складтарына апарып өткіздік. Алматының склады товарлардың барлығын Москваға дейін өздері жеткізіп отырды. Бірақ ол кездегі проблема товардың Москваға дейін өте ұзақ уақыт баруында. Неге? Өйткені мысалға заказ жақсы түседі. Заказ түсу жағынан проблема жоқ. Қай жақта болсын, Алматыда болсын, Москвада болсын. Бірақ Алматыдағы проблема ол товарыңыз клиентқа өте ұзақ уақыттың ішінде барады. Сол себепті товарлар постоянно отмена болып кетеді. Сол үшін сол нәрсенің шешімін табайын деп біз Москва қаласына кеттік. Сол жақтан өзіміздің складымызды аштық. И Москваның өзінде Садовод, Южный ворота, Люблино деген сияқты үлкен оптовый рыноктар бар. Тура біздегі барахолкадегі сияқты ол жақта да үлкен оптовый рыноктар бар. Сол рыноктағы біз пассажиртермен сөйлестік. Товарлардың бағаларын зерттедік. Сол товарларды өзіміздің аккаунтқа салдық. Түскен заказдарды Москваның Валберстің складтарына өткізіп отырдық. И ол жақтан мысалға Калинина складына апарып өтсетін болсақ, клиентқа біздің товарымыз 2-3 күннің ішінде стабильно жетіп отырды. Сол кезде түсіндік. Яғни біз өзіміздің складымызды толық Москва қаласына көшіретін болсақ, және де біздің студенттеріміз жалпы кокос платформасымен қолданатын, немесе бізде оқып жатқан студенттердің барлығы тікелей Москваның складтарымен осылай жұмыс істейтін болса, яғни оларда товардың оборачиваемости, яғни товар келеді, клиентқа 2 күн, 3 күннің ішінде сатылып кетеді. Яғни ақша сізге тезірек түседі. Егер де барлығы осылай істейтін болса, значит барлығында обороттар жақсы болады деп біз Москва қаласынан бірінші өзіміздің каталогымызды аштық. Ең басындағы каталог ол Телеграмда болды, Телеграмнан товарлар алып салдық. Сөйтіп ол дамып, қазір кокос каталогын жасап шығардық. Кокос каталогының ішінде жалпы Валберспен айналысам деген адамдар үшін барлығы қарастырылған. Товарлар, обучениесі, аналитикасы, барлығы дайын. Тек қана соның ішіндегі тұрған товарларды өзіңіздің аккаунтыңызға салып, түскен заказдарды сол платформа арқылы жіберіп отырсаңыздар болғаны. Барлығын біздің Москвадағы команда өткізіп отырады. Енді адамдар мысалға Валберсқа кіріп, енді кокос каталогын жалпы түсінбей тұрған кездегі проблемаңыз мынандай болды ғой, товарды қайдан алам, маған түскен заказды мен қалай Москваның складына өткіземін деген сияқты. Сізде қай қаладан болғаныңыз маңызды емес бізге. Яғни сіз басқа мемлекетте отырсаңыз да, сізде ноутбукке интернет болса болды. Осы кокос каталогының ішіндегі товарларды бір кнопка арқылы аккаунтыңызға салып, түскен заказдардың барлығын осы платформа арқылы Москвадағы фулфилментқа задача қылып жіберіп отырасыз. Мысалға, например, маған мынандай бүгін кітаптан заказ түсті деген сияқты. Кітаптан заказ түсті. Олар не істейді? Мысалға, сіздің заказыңыз түскеннен кейін Москваның базарынан барады, осы сіздің товарыңызды алады, упаковать етеді, сіз жіберген штрих-кодты жабыстырады и Валберстің Москвадағы складтарына апарып тапсырып отырамыз. Күнделікті сіз жіберген штрих-кодыңызды жабыстырып. Яғни Москваның склады сіздің товарыңызды Валберстің складтарына алып апарып, оны клиенттарға жеткізіп отырады. Соның арқасында сіздің товарыңыз клиентқа өте тез уақытта жетеді. Енді қараңыздар, сіздерге қазір кокос каталогын жалпы көрсетіп, қалай жұмыс істейді, қандай программа, сол жайында көрсету дейін. Ал кетті, қараңыздар. Біздің сайт kos.com, осындай kos.com деген сайтқа кіресіздер. Дәл осылай ашылады. Мына жақта рекомендуем деген жерде ең жақсы өтетін товарлардың тізімдері берілген. Одан бөлек категория. Бұл категориялардың ішінде Валберста жақсы өтіп жатқан категориялар және де барлық товарлар әр категорияларға бөлінген. Мысалға, сіз бытовая техника сатқыңыз келе ме? Бытовая техника деген категорияға кіретін болсаңыз, ол жақта барлық товарлар тұр. Например, оның ішінде сіз электрический чайник сатқыңыз келе ме? Чайникке кіресіз. Бұл жақта қандай нәрселер қарастырылған? Бұл жақта товардың аты бар, және де фотолары бар, характеристика жазылған, және де толық описание жазылған. Барлық товардың астында юнит калькулятор бар. Бұл жақтан сіз товарыңыздың бағасын есептеп, өзіңіздің пайдаңызды қосып, Валберстің комиссиясын қосып, логистикасын қосып, сол арқылы товарыңыздың бағасын шығарып, сол арқылы продажаға қоя аласыз. Енді қараңыз, бізде кокостағы ең үлкен плюстардың бірі, который ешкімде жоқ, бұл опубликовать, интеграция Валберспен. Ол қалай? Мысалға, сіз Валберстағы аккаунтыңызбен кокос платформасын екеуін бірге жалғап қойсаңыз болады. Например, мына товарды салу үшін сіз тек қана опубликовать деген кнопканы басу арқылы сіз товарыңызды өзіңіздің аккаунтыңызға 1 минуттың ішінде сала аласыз. Мысалға, барлық товарыңыздың бағасын есептедіңіз, опубликовать дегені бастыңыз, категориясын таңдап, бағасын таңдадыңыз и жаздыңыз, и сіздің аккаунтыңызда осы товар моментально уже салынып тұрады.
Одан бөлек добавить мою карточку, добавить корзину, добавить мою карточку дегенді басатын болсаңыз, осы товарлар туралы сіздерге информация келіп отырады. Например, добавить мою карточку дегенді бастыңыз, ол сіздің мои карточки деген жерде жиналып тұрады. Например, осы товарларыңыз бітетін болса, немесе қосылатын болса, азаятын болса, сізге осы товарлар туралы толық информация профильдің ішінде сообщение деген жерге келіп отырады. Мысалға, сообщение деген жерде остатки деген раздел бар. Осы жақта мысалға белгілі бір товарлар бітетін болса, мысалға биотуалет, ведро. Бұл товарлар составляет менее 20 единиц дейді. Получается, товарлар азайған. Пожалуйста, следите за наличием товара. Сіздерге қарап отырсаңыздар, товардың бітіп қалмас үшін қарап отыру керек деп жазылған. Егер де товарлар наличие қосылатын болса, дәл астына мысалға летающий шар азайған ғой, мына жерде көрдіңіздер ме? Одан кейін летающий шар қосылған деп тұр. Осылай қосылып отыр. Товарлар азайғаннан кейін сізге сообщение келеді, азайды, біткен кезде бітті, қосылған кезде қосылды деген сияқты сообщениелер келіп отырады. Бұл только өзіңіздің товарларыңызға, мою карточку дегені басқан товарларыңызға. Мысалға, любой товарды салған кезде сіз мою карточку дегені басып қоятын болсаңыз, осы товарлар туралы информацияның барлығы сізге келіп отырады. Одан басқа не бар? Одан басқа курс бар. Валберстің толық курсын, курс по Валберсу деген жерден көре аласыз. Озонның курсы пока қосылған жоқ. Интеграция деген раздел бар. Интеграция деген разделда сіз товарларыңызды қалай интегрировать ету керек, соны полностью осы жақтан көре аласыз. Қазір мен бір минут профильді ауыстырып жіберейін. Так. Қараңыздар, интеграция деген жерге кіретін болсақ, интеграция арқылы салынған товарларыңыздың барлығы интеграция деген жерде тұрады. Мысалға, интеграцияны өшіру үшін мына жердегі птичканы алып тастайсыз, интеграцияда автоматически өшеді. Птичканы қосатын болсаңыз, интеграция автоматом қосылып тұрады. Бұл жерде интеграцияны қосатын болсаңыз, қандай решениялар болады? Мысалға, товардың товардың остатығы азаятын болса, сізде автоматом азайып отырады. Товар мысалға нет наличие болатын болса, сізде автоматом нет наличиеге түседі. Барлығы автоматтандырылған. Мысалға, сіз товарды тек қана бір кнопканы басасыз, опубликовать деп, и аккаунтыңызға товар салынады, и ол автоматически барлық складтарға продажаға шығып кетеді. Сіздің жұмысыңыз просто опубликовать деген бір кнопканы басып отыру. Түсінікті ғой, Одан кейін аналитика разделы. Аналитика разделында бұл жақта Валберста жақсы өтіп жатқан товарлардың тізімін береміз. Мысалға, Валберсқа кірген адамның бірінші ойы қандай товар сатам, қандай товарлар жақсы өтеді деген нәрсемен бас қатырады. Ал бізде Кокос платформасының ішінде арнайы аналитика деген раздел бар. Бұл жақта ең жақсы өтіп жатқан товарлардың списогін береміз. Қараңыз, полиспасательная команда, средства для мытья посуды, двухсторонний скотч, но ең қазіргі уақытта жақсы өтіп жатқан товарлардың тізімін осылай біз бөлісіп отырамыз. Осы товарлар, получается, сіз өзіңіздің аккаунтыңызға салып, уже продажаны қазірден бастап кетсеңіз болады. Мысалға, автомобильный обогреватель қазір уже сезоны басталды, яғни уже продажа көтеріліп келе жатыр. Осы товарлардың барлығын уже өзіңіздің аккаунтыңызға салып, уже продажаны бастай бере аласыз. Одан кейін корзина разделы. Бұл жаққа түскен заказдарыңызды через корзину жібересіздер. Бізде түскен заказды жіберу деген арнайы сабақтар бар. Сол сабақтан көре аласыздар. Түскен заказды қалай жіберемін, ақшасын қалай төлейсіз, штрих-кодтарды қалай саласыз, барлығының сабақтары бар. Избранный, бұл жерде сіз салған товарларыңды избранныйға салып қойсаңыз болады. Профиль деген разделда профиль өзіңіздің данныйларыңызды өзгертсеңіз болады, пароліңізді өзгертсеңіз болады, немесе аты жөніңізді толық осы жақтан өзгеріп шықсаңыз болады. Немесе сообщение деген жерге кіретін болсақ, бұл жерде товардың остатығы туралы информациялар келеді, заказыңыздың статусы қалай өзгеріп жатыр, жіберілді ма, жіберілмеді ма, сол туралы информациялар келеді. Новость, бұл жалпы Кокос платформасында қандай новостьтер бар болып жатыр, қандай новостьтер шықты, соның барлығы новости деген жерге шығып отырады. Одан бөлек хранение товаров, возврат товара, мои заказы. Хранение товаров, возврат товаров дегеніміз, мысалға, сіз Кокос каталог арқылы товар жібересіз, клиентқа барады, бірақ белгілі бір себептермен клиент қайта жіберіп ол товарыңыз ПВЗ-ға келетін болса, ол товарыңызды осы возврат товар деген раздел арқылы обратно алдыра аласыз. Бізде арнайы сабақ бар, возврат болған товарларыңызды қай жерден көресіз, ол товарларды қалай алдыртасыз, соның барлығының сабағы қарастырылған. Заказ жібердіңіз, осы жақтан сіз фотоотчеттарын көріп отырасыз. Мысалға, плед штрих-коды 0425 деп тұр. Так, плед деген басып штрих-кодын шығарып алатын болсақ, міне 0425 деген штрих-код шықты. Яғни сіздің түскен заказдарыңыздың барлығы жібергеніміз туралы сізге фотоотчеттің барлығын Кокос платформасы шығарып беріп отырады. Неге? Өйткені мысалға біз бұрын осындай платформасы жұмыс істеген кезде, мысалға товарларым жіберілді ма, кетті ма деген сияқты көптеген адамдарда вопростар туындайды. Ал біз мына жақта мыңдаған адамдармен бірдей WhatsApp арқылы сообщение жазып үлгермейміз. Әр адамға фото жіберіп деген сияқты. Ал бұл жерде
біз фотоны түсіреміз, платформаға жібереміз. Платформа кімнің заказы екенін өзі распределять етіп, әр адамға өзінің фото отчеттарын жіберіп беріп отырады. Осындай өте ыңғайлы платформа жасап шықтық. Міне осы жақтан сіз көріп отырасыз. Мысалы пульсометрдікі 24.95 па, мына жақтан фотоотчет деген жерге кіріп пульсометрдікін көре аласыз. Міне 24.95 фотоотчеті. Дәл осылай осы платформа арқылы қолданып, түскен заказдарыңыздың барлығын платформа арқылы жіберіп, тауарлардың барлығын платформа арқылы салып, уже осымен сразу жұмыс істей аласыз. Бұл Валберста минимальный бағамен бастауға болатын жалғыз платформа деп айтсақ болады. Бұндай платформа жалпы жоқ. Жоқ, вообще Москвада, Россияда вообще жоқ. Бұл жақта барлығы қарастырылған. Тауарлар, түскен заказды өткізетін fulfillment, полностью Валберстің обучениесі, интеграциясы, түскен заказдардың барлығын возврат болған кезде алып кететін арнайы команда барлығы қарастырылған. Сізге тек қана осы жаққа кіріп, тек опубликовать деген кнопканы басып отырсаңыз болған. Келесі сабақтарда осы платформа арқылы адамдар қанша ақша тауып жатыр, бұл арқылы қанша ақша табуға болады, примерно қалай жұмыс істеу керек, сол бойынша сіздерге видео түсіріп өтемін. Сол жақтан келесі сабақтан көретін боласыздар. Одан келесі сабақтары жалпы товарды қалай саламыз, заказдың бағасын қалай есептейміз, сол жайында. Сабақтардың барлығын толығымен аяғына дейін көріп шығыңыздар, чтобы сіздерде жұмыс оңай болу үшін. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деген ойдамын.